Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 томда болса да. Ай, лайк бассаңыздар, көңіліме бір келді. Қайсы күні бір видео көріп қалдым. Си Цзиньпин мынандай бір киім киіп алыпты. Мына жаға бұлай. Мына жері. Мынау әлгі Мао Цзедондар, мынандай бір бес күймелі Цзуңшанфу деген киім киген. Мына жағалары бұлай. Цзуңшанфу деген киім киіп алған, бүйтіп киетін. Цзуңшанфу былайынан мына жағасы мына жерінде қайырылма жаға, сосын мына қылқыны мына жерінде бір түйме, мына жерінде бір түйме, сол мына Қытайда феодализмнен құтқарған Сун Яцен дегеннің киімі болғандықтан соны Цзуңшанфу, Цзуңшан деген сол Сун Цзуңшан дегендегі Цзуңшан, сондай. Енді мына Си Цзиньпин деген сұмырай, оны түймесін алып тастап, кәдімгі сыдырма қойып алыпты былайынан. Асты бүрме, денесін бүйтіп бүріп тұратын. Мынау түйме емес, сыдырма. Сөйтіп киіп алыпты. Ал ол қайдағы киім? Костюм, шалбарды лақтырған, ол батыстың киімі деп жаңағы. Ана Цзуңшанфу Мао киген, оны кейін Дэн Сяопин киген, оның бәрін лақтырыпты. Лақтырғанда енді бір сыдырманы киіп алып, ана қылқынып, мына жеріне дейін қылқынып отыр, оның асты бүрме, кәдімгі мемлекеттік жиында кездесуде соны киіп тұр. Сода бұл атаған елет, мұндай киімді қайдан тапты деймін ғой. Себебі Қытайда бұл киім өте маңызды. Бір заманда Си Цзиньпин соны киіп шыға келгенде, бүкіл Қытайдың ана өлке парткомның секретары, облыстық партком, аймақтық партком секретары, аудандық түгіл ауылдың парткомның секретары, сол анау Си Цзиньпин киген көк шапанды киіп алды, ана сыдырмасы бар, кеңірдегіне дейін бүйтіп сыдырманы, бүйтіп сыдырып, кеңірдегіне дейін бүйтіп темір сыдырманы сыдырып бүйтіп отыратынды киіп алған. Оны енді ана соның бүрмелісін киіп алды. Ойбай, мына асты бүрмелі, мына етегі бүйткен бүрмелі кәдімгі, анау пружина сияқты бүйтетін. Мына бұл атаған әлет бір жерден көрген киімі ұқсайды ғой деп бүйтіп қарап, сақ етіп интернеттен басып деп қалсам, бұл ана солтүстік Корейдің мына қазіргі өліп қалғанның ана әкесі киетін киім екен. Бұл кимесін солтүстік Корейдің алдыңғы екі диктатор киетін киім екен. Ол соны киіп алды. О, атаңа әлет мына солтүстік Корей моделін ауысқалы жатыр екен ғой деп ойлағанымша, ана видео жүріп жатқан мен тоқтатып тұрған ғой. Содан халық университеті деген, Реминдашо деген, халық университеті деген университетке барыпты. Ел деген бүйтіп, ана бір тұтас жаңағы қарсы алып тұр. Содан бұлар не айтты екен деп бүйтіп тыңдасам, Си Цзиньпинде үш мәнсап бар. Партия орталық комитетінің бірінші хатшысы, бас хатшы. Әскери істер комитетінің төрағасы, мемлекеттің төрағасы. Үш билік бар. Партияның бас хатшысы, Қытай Компартиясының бас хатшысы, әскери істер комитетінің бірінші төрағасы, мемлекеттің төрағасы. Сөзсе ана екі атты айтпайды. Тек ана партия комитетінің, орталық партия комитетінің бірінші хатшысы Ши Шужи деп айғайлап тұр. Сонда сенің мемлекеттің төрағасы болуыңда, әскери істер комитетінің төрағасы болуыңда маңызды емес, маңыздысы сенің бірінші хатшы болу. Яғни партия бәрін басқарады дегенге келіп тұр. Екіншісі аналардың бір тұтас тура жаттыққан құсап, бір тұтас бір келкі дауыспен жаңағы Шужихау деп айғайлағанын көріп, мынау тура бұрын Қытайда өтпейтін. Кәдімгі. Одан кейін үшінші бір байқағаным, кәдімгі мына қалам қағазды алып, елдің бәрі міне кәдімгідей бүйтіп қалам қағазды алып, бәрі бір тұтас алып, бүйтіп жазып ұстап, қолдарында бүйтіп қалам қағазды алып. Бұрын Қытайда ол Мао кезінде болған. Мына кейінгі Дэн Сяопин, Jiang Zemin, Ху Жинтао, оны Си Цзиньпин бас кезінде ол жиналыста отырып естелік бүйтіп қаламмен кітапшаларын алып жиналыстан естелік алатын болады. Бірақ бүйтіп еріп жүріп, анау бүйтіп бәрімен көзі қол алысып жүріп, бәрі бүйтіп тік тұрып, орындарына тік тұрып бүйтіп ананың сөйлеген сөзін жазған жоқ болатын. Ол да солтүстік Корейдің мәдені. Солтүстік Корейде ана басшы сөйтеді, бүкіл ана қасында орынбасары, әскери, ана бүкіл омырауы толған, медалы бар, шалдыр-шұлдыр етіп, ана бұрынғы заманның басшылары ұстап, бүкіл шалдыр-шұлдырды асып алған металлик болды бар. Сол сияқты бүкіл генералдар бәрі қолында қалам, ана дәптершелері бар, бүйтіп жазып жүреді солтүстік Корей. Анау айтып бірдеңені бүйтіңдер, зауыттарды көзден кешіріп жатыр, бірдеңелерді айтыңдар, мынаны бүйтіңдер, мынау дұрыс болды деп, аналар деген бүйтіп жазып жүреді. Солтүстік Корейдің мына сайтқа кіргізбесеңіздер, мына елдердің түсірген жиналыс видеолары бар, соны ашық. Бүкіл ел ашып, түртіп ананың аузынан шыққан сөзді, енді пайғамбардың аузынан шыққан сөзді қағып алған сақабалар сияқты ананы жазып. Мына Си Цзиньпин енді соны нетіп отыр. Бәрі бір тұтас. Ал бұл былай қарасаң, бұл ұйымдастырылған. Бәрі бір тұтас ұйымдастырылған. Енді осы моделге көшеміз деген.
Ал халық университеті деген не? Халық университеті деген ең алғаш Ши Цзиньпиннің әкесі құрған. Кейін Мау кезінде Маудың Ши Цзиньпиннің әкесіне деген қызғанышынан ол университетті жауып тастаған. Кейін қайтадан құрылған. Бұл сонда мен нағыз қызыл коммунистің ұрпағымын, тек бойынша менің әкем жаңа осындай еңбек сіңірген деп бұл да қалып тұр. Өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден дегендей, бұл өзінде бармен көз көріп, сөйтіп бұл жаңағыны артылғалы отыр. Артылғалы отыр. Кәдімгідей соны кәдімгідей артылғалы отыр. Не көрдіңіз ба? Енді тағы не байқадым я? Анау жиында 2 күннің алдында көріппін ғой. Жиын аяқтаған кезде бәрі тұтас тура, бәрі тұтас. Бұрын енді Қытайлар бүйтеді, жай етеді. Ана бәрі тұтас жаңағы ауырған, шақырған ұрандары да бәрі тұтас. Солтүстік Корея моделі. Демек, Ши Цзиньпин жеке басқа табындырудың ең шырқау шыңына шығып тұр. Ол енді осы күзде болатын 3-ші кезекте сайлануға жанталасып жатыр. Мәжбүрлі түрде диктатор болып отырып алмақшы болып тұр енді. Солтүстік Корея моделі. Енді сол Солтүстік Корея моделінің артынан Қазақстан бара жатыр. Мынау Тоқаевтан құдай жасағалы жассыңдар. О бәле ернін бояп, бетін бояп, ол өзі сол құдай боламын деп ол да жүр. Қалың жағымпаз Назарбаевтан аманатқа қалған, қалың Назарбаев аманаттап кеткен қалың сұмырай, ұрығары, қарақшы, өңкөй топас, өңкөй жағымпаз сұмырайларды жинап алып, жаңа Қазақстан құрғалы жатыр жұрт. Енді өңкөй ескі құсқы, қалдық сұлдық, өңкөй арамызда көкбүй көгала есектерден қалай жаңа Қазақстан құрады? Өңкөй совет сасыған сасық шалдар, осырық шалдар қалай Қазақстанда жаңа қылып құрып шығады түсінбеймін. Енді білмеймін, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұста мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде күртің деген. Енді шынында сұмдық болғалы тұр.